Шымкентте болған оқиға көпшілікті елең еткізді. Қала тұрғындары бассыздыққа қарсы шықты. Қазақ халқы айуандарды жазалауды талап етті. Бұл ретте Айгүл Иманбаева да періштедей қыздың тағдырына балта шапқан қылмыскерлерге ату жазасын беруді сұрайды. Айгүл Иманбаева өрімдей қыздың өмірін құртып, періште ғұмырын ластаған қылмыскердің жазасы өлім деді. Оларды түрмеге жауып жазалау жеңіл. Мұндай қылмыстың жазасы ел алдында масқаралап өлтіру деген тілегін айтты. Түннен бері Сәтбаев қаласындағы болып жатқан оқиғаны естіп, оның бүгін таңертеңнен одан да сұмдық хабарын естіп, төбе шашымыз тік тұрып отыр. Шынын айтқан 5 жасар ғана титтей бала періште бір үйдегі әке мен баланың сол қыздың обалына қалу, бүткіл тағдырына балта шабу деген айуандық. Тіпті ондай адамдар жер басып жүруге де құқық хақысы жоқ. Білмеймін, бұл не болып барамыз? Неге бұл біздің мемлекетте осындай бассыздыққа жол берілетінін түсіне алмадым. Болмаса қашып кетеді, болмаса оны ұстай алмай қалады. Қайдағы түрме, қайдағы жазалау, атып өлтіру керек қой халықтың көзінше, білмеймін, сұмдық мынау. Түсірілім алаңда жүріп, жұмысымыз жұмыс емес, ойдан жүректен көкейден кетті. Осыдан кейін мына бір індеттен, Алланың мына бір сынағынан қалай өтеді ел жұрт? Ынсапсыздық, тәубашілік жоқ, шүкіршілік жоқ. Бір жаратушыға жалбарыну жоқ, жүректі, ниетті тазалау жоқ адамзатта. Сөйте тұра Құдайдан бір нәрсе күтеді. Жасалып жатқан мынау дүние, мына сұмдық. Білмеймін, сөзім жоқ. Шіркін атып салса, еш бұндай айуандарға 2 жыл, 5 жыл мерзім беріп түрмеге қамау өте аз. Халықтың алдына шығарып тұрып, қол аяғын кесіп тұрып, жаншылап тұрып, ит өліммен өлтіру керек деп ойлаймын. Мемлекет бір шара қолданса, 2 жыл, 5 жыл түрмеге ғана жаппай жер басу жүруге қақылады. Иманбаеваның сөзін желідегі қолданушылары қолдады. Келісемін. Ел алдына шығарып, аяқ қолын кесіп, ит өліммен қинап, жанын алу керек. Сол кезде арам пиғылды айуандар періштелерге тиісуді доғарар. Қорлап, қинап өлтіріп, өртеп жіберу керек ол шайтанды. Елімізде осындай хайуандық көбейіп барады. Оларды адам қазақ деп айтуға ауыз бармайды. Ит екеш, ит те өз баласын тастамайды, өлтірмейді. Дұрыс айтады. Бұндай адамдарды не керек? Оны соттау керек. Олар біздің шұбар жыланымыз адам деп деуге ауыз бармайды. Адам өлтірген оңай болып бара жатыр ма? Оған кім кінәлі? Сәбидің не жазығы бар? Деп жазды олар.